Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 127 сабақ латын әліпбиіне көшу, болашаққа бастар жол тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта 35-ші жаттығу мәтінді тыңда. Қазақ тілінің де жазу тарихы ертеден басталған. Біздің әліпби жүйеміз де бірнеше тарихи кезеңнен өтті. Қазақстан жерін мекендеген көне ғұн, сақ тайпалары өз жазуын қалыптастырған. Солардың мұрагері болып саналатын Үйсін, Қаңлы, Қыпшақ тайпаларының көне жазулары болған. Одан кейін қазақтар араб графикасына негізделген әліпбиді пайдалана бастаған екен. Одан бері де бірнеше ғасыр өтіпті. Ал 20 ғасырда қазақ тілінің әліпби жүйесі өзгерді. 1929 жылы қазақ тілі латын графикасына негізделген жаңа әліпбиге көшірілді. Бұл әліпбиді 1940 жылға дейін пайдаландық. Осы жылдан бастап қазақ әліпбиі тағы өзгерілді. Бұл жолы қазақ тілі кириллицаға негізделген әліпбиге ауысты. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін көп ұзамай әліпбиді өзгерту туралы мәселеге көтеріле бастады. Оның қазақ тілі заңдылықтарына үйлесімді екенін, тіліміздің сақталып қалуы мен дамуына зор ықпал ететінін, сол арқылы әлемдік өркениетке жақындай түсетініміз дәлелденді. Тиісті орындар 2025 жылға дейін латын әліпбиіне көшу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазір латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің бірнеше нұсқасы пайдаланып, көпшіліктің талқысына ұсынылды. Балалар, мәтін Балдырған журналынан алынған. Балалар, енді мәтінге байланысты берілген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ, мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Бірінші сұрақ, қазақтар араб графикасына негізделген әліпбиді қашан пайдалана бастады? Екінші сұрақ, қазақ тілінің әліпби жүйесі қай ғасырда өзгере бастады? Келесі сұрақ, бұл әліпбиді қай жылға дейін пайдаландық? Екінші тапсырма, мәтіннің мазмұнына байланысты өз пікіріңді айт. Балалар, мәтіннің негізгі ойы қазақ тілінің тарихы туралы. Мен бүгін қазақ тілінің тарихын біліп алдым. Пікір айтқан кезде қыстырма сөздер мен шылауларды қолдан. 2025 жылға дейін латын әліпбиіне көшу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Менің ойымша, латын графикасына көшу ең оңтайлы жол деп ойлаймын. Өйткені латын әліпбиіне көшсек, бізді ең дамыған елдердің қатарына енуіміз және де тіліміз, салтымыз, дәстүріміз дами түсетіні белгілі деп ойлаймын. 36-шы жаттығу, бағанның екі жағындағы сөйлемдерді салыстыр. Менде ағылшынша сөздік бар. Динада жақсы кітап бар. Сәуле Сарамен бірге келеді. Екінші баған. Менде шет тілді үйреніп жүрмін. Динада жақсы оқиды. Сәуле мен Сара бір сыныпта оқиды. Балалар, бірінші бағандағы сөздердің барлығы қосымша арқылы бір-біріне байланып тұр. Ал екінші бағандағы сөздер шылау арқылы бір-бірімен байланысып тұр. Олай болса, сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талдайық. Менде ағылшынша сөздік бар. Сөздік не бастауыш болады, бар баяндауыш болады. Менде кімде деген сұраққа жауап беріп толықтауыш болады. Ағылшынша қандай деген сұрағына жауап беріп анықтауыш болады. Енді екінші сөйлем. Менде шет тілді үйреніп жүрмін. Не істеп жүрмін? Үйреніп жүрмін. Баяндауыш болады. Мен кім бастауыш болады. Шет тілді нені деген сұраққа жауап беріп толықтауыш болады. Балалар, мына ережені есте сақтаңыздар. Да, де, та, те шылау болса, атау септігіндегі сөзбен байланысады да бөлек жазылады. Мысалы, күн де жылынды, көк те шықты. Ал да, де, та, те жатыс септік жалғауы болса, өзі жалғанған сөзбен бірігіп жазылады. Мысалы, мал қорада тұр. Мен, бен, пен шылау болса, бөлек жазылады. Мысалы, қағаз бен қалам алды. Мен, бен, пен көмектес септік жалғауы болса, өзі жалғанған сөзбен
бірігіп жазылады. Мысалы, мен әкеммен сөйлестім. 37-ші тапсырма. Жақшаны ашып, мәтінді көшіріп жаз. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Оның да тарихы өте тереңде жатыр. Қазіргі кезде латын әліпбиін әлем халықтарының 40%-тан астамы пайдаланады. Латын әліпбиі мен латын графикасына негізделген қазақ әліпбиімен таныса беру керек. Жақшадағы да, де, мен дегендердің қайсысын бірге, қайсысын бөлек жаздың? Неліктен? Балалар, жақша ішіндегі да, де, мен қосымшалары сөзбен қосылып бірге жазылады. Ал егер шылау болса, ол өз алдына бөлек жазылады. Осы ережені есте сақтаңыздар. 38-ші жаттығу. Ребусты шеш. Тапқан сөзіңді жалғау және шылау ретінде пайдаланып, 2 сөйлем құрап жаз. Балалар, бізде мына жерде тарақ берілген, тарақтың соңғы 3 әріпін алып тастаймыз, сонда бізде та деген жалғау шығады, иә? Енді сөйлем құрайық. Саятта ертегі кітаптар өте көп. Менде атта, арбада жоқ. Бірінші сөйлемде бізде бұл жалғау болды, ал екінші сөйлемде ол шылау болды. Шылаулар бізде әрдайым бөлек жазылады, иә? 38-ші тапсырма сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, 39-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Кестені толықтыр. Бөлек жазылатын шылаулар: ғой, қой, ма, ме, ба, бе, мен, бен, да, де, та, те. Дефис арқылы жазылатын шылаулар: ақ. Жалғаулар мен тұлғалық ұқсастығы бар шылаулар: да, де, та, те, мен, бен, пен. Олай болса, балалар, сабағымызды осымен аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.